Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз ондық бөлшектерді дөңгелектеу. Яғни ондық бөлшектерді жуықтап дөңгелектеу. Жазып қояйық тақырыбымызды. Ондық бөлшекті жуықтап дөңгелектеу. Енді қараңыздар. Мысалы мен мынандай бір сан алайын. 25.473 деген сандайын. Енді бұл санды жуықтап алу үшін біздер мындай түрде алуымыз болады. Соңындағы санға қараймыз. Сосын бізде ондық бөлшекті жуықтаңыз 100-дік үлеске дейін, 1000-дік үлеске дейін, 10-дық үлеске дейін деген түрлерін айтады. Мына жерде біздер 100-дік үлеске дейін жуықтайды. Ол үшін соңғы цифры мына 1000-дік үлесін қараймыз. Яғни 1000-дік үлесінде 5-тен кіші сан болатын болса, онда мына сан сол күйінде қалай береді. Сонда қараңыздар, 25,147 деген сан болады. Ал егер 5-тен үлкен сан болатын болса, онда мына сан 1-ге артады. Яғни мысалы қараңыздар, 25,476 деген сан болатын болса, онда ол 25,100-дік үлеске дейін жуықтаған кезде 148 болып көреді. Түсінікті? Әйін қараңыздар, осы тұрған сандарды біздер 10-дық үлеске дейін жуықтаңыз десе, онда ол 25,5 болып көреді. Яғни 47-ге 50 жақын болады, 40 емес, 50 жақын болады. Келесімді 48 болып тұр, 148. Яғни бұл 40-тан алыс және 50-ге жақын болып тұр. Сондықтан бұл 25,100-ден 50 болады. Яғни 50 деген санда қажет жоқ. Сондықтан ол 25,5 деп айтуға. Ал енді оны 25,5 деген санды бүтін бөлікке дейін дөңгелектеңдерген айтатын болса, онда біздер бүтін бөлік ол мына жерде 25 болады, немесе 26 болады. Яғни қараңыздар, мына жерде 5 деген сан бізде 5 болғандықтан бұл 1-ге арттырады. Сонда 26 деген бүтін болады. Мына жерде де дәл солай 26 бүтін болады. Ал енді келесі 1000-дік үлестен бастап көрейік. Мысалы, мынандай сан болсын. 15,10,2394 болсын. Бұл жерде 1000-дік үлеске дейін жуықтайды десе бізде, ол 15,239. Өйткені 5-тен кіші сан болғандықтан бұл 15,239 дейін болады. Яғни 5-тен кіші сан болғандықтан мына сан өзгеріс алады. Келесі кеттік. Енді қараңыз, 100-дік үлеске дейін жуықтап көрейік бұл санды. 100-дік үлеске дейін жуықтаған кезде мына жерде 9 болғандықтан бұл 39-мыз 40-қа жақын, сондықтан мынау 15,240 болады. Яғни ол 40 жазбай, 0 жазбай болады. Сонда 15,124 деп айтып болады. Енді оны тағы да 10-дық үлеске дейін жуықтайық, сол кезде қараңыздар. 15,0 мына жерде 4 40-тың 0 түсіп қалады. 4 деген сан қалады. Бұл 4 5-тен кіші болғандықтан тағы да 2 өзгеріс алады. 15,2 болады. Енді бұл 10-дық үлеске дейін жуықтап тұрғанбыз. Ал егер бүтінге дейін жуықтайтын болса, бұл тек қана 15,0 болады. Түсінікті ме? Енді қараңыздар, сіздерге айтуым мүмкін. Мысалы, мына санды бірден 10-дық бүтін бөлікке дейін жуықтаңдар айтуым мүмкін. Ол кезде сіздер мына 10-дық үлеске қарайсыңдар бірден. Сол кезде ол 2 ол 5-тен кіші болғандықтан, онда ол 15-ке дейін болады. Ал егер мына жерде мысалы 100-дік үлеске дейін жуықтаңдар десе, онда мына санға қарайсыңдар. 10-дық үлестегі санға қарайсыңдар. Ол 9 болғандықтан, ол 15,124 болады. Ал 10-дық үлеске дейін жуықтаңдар десе, мына жерде 3-ке қарайсыңдар. Ол 3 5-тен кіші болғандықтан 15,2 болып қала берді. Осылай. Енді сіздерге қазір мысалы жуық теңдіктер оғы қандай араздыққа дейін дөңгелектенгенін түсіндіріңдер деген 983-ші есеп, нөмір 983-ші есепті қарайық. Бұл ауызша есеп.
Мысалы біріншісінде 27,8 дейді. Жуықтаған кезде ол 28 дейді. Яғни бұл бүтін бөлікке дейін жуықтап тұр. Келесі 16,2 деген сан. Бұны да бүтін бөлікке дейін жуықтап 16 деп алып тұр. Келесі 4,156 дейді. Бұл санды ондық үлеске дейін жуықтап 4,16 деп айтып тұр. Яғни 56 деген кезде 6 деген сан 5-тен үлкен болғандықтан ол мына санды бірге аттап, 5-ті бірге аттатсында алып қояды. Келесі 25,246 деген сан. Бұны бізде ондық үлеске дейін жуықтап тұр. Ондық үлеске дейін жуықтаған кезде жүздік үлесіне қараймыз. Ол 4 болып тұр. 4 5-тен кіші болғандықтан ол алдыңғы санды өзгеріс қалдырады. Сонда 25,2 болады. Келесі 1,689 деген сан. Бұл жүздік үлеске дейін жуықтап тұр. Яғни мыңдық үлестегі сан 9 5-тен үлкен болғандықтан оның мына бір санды ондық жүздік үлесін бірге аттады. Яғни 1,169 болады. Келесі сан ол 0,342 деген сан. Бұны жүздік үлеске дейін жуықтап тұр. Бұл 0,134 болып қалыпты. Өйткені 2 5-тен кіші болып тұр. Осылай. Енді қараңыздар, сіздерге үйге 984, 986 және 987 есептер беріп. Бұнда былай дейді. Ондық үлестерге дейін жуықтаңыз дегені дөңгелектеңдер дейді. Мысалы 984 есепте. Біріншісін көрсетейін. 3,103 дейді. Оны ондық үлеске дейін жуықтайтын болса, ол тек қана 3 бүтін болып қалады. Ондық үлесі 0, мына жерде 3 деген сан 5-тен кіші болғандықтан ол 0-ді өзгеріс қалдырады. Сонда 3 бүтін болып қалады. Автоматты түрде мына жерде 0 болғандықтан ол бүтін бөлікке дейін жуықталып кетіп тұр. Яғни 3 деген санның өзіне тең болып тұр. Келесі жүздік үлеске дейін жуықтаңыздар дейді. Мысалы 0,214 деген сан. Бұны жуықтаған кезде мына 4-тен кіші болғандықтан 5-тен кіші болғандықтан 4-іміз. Бұл 0,121 болып қалай береді. Ал 5-тен үлкен сан болады, 5 немесе 5-тен үлкен сан болатын болса, онда ол 22 болып кететін еді. Келесі жуықтаудың қайсысы дәлірек дейді. Мысалы сіздер өздеріңіз ой турасында айту керексіңдер. Яғни 1,7 985 есепте жуықтаудың қайсысы дәлірек дейді. Яғни 1,7 жуықталған кезде 2 дейді. Немесе келесі 1,7 жуықталған кезде 1 дейді. Яғни бізде мұны 2-ге жақын болады 1,7-іміз. Өйткені ондық үлесі ол 5-тен үлкен сан болды. 5 немесе 5-тен үлкен сан болса, онда ол 2-ге жақын болады. Ал егер 5-тен кіші сан болатын болса, онда ол 1-ге жақын болады. Мына жерде ондық үлесі 7 5-тен үлкен сан, сондықтан ол 2-ге жақын. Яғни 17-іміз 10-ға қарағанда 20-ға жақын болып тұр. Байқаған кезде. Сонда 2-ге дәлірек болып тұр. Мына санымыз дұрыс болды. Енді сіздер қалған үшеуін өздеріңіз орындайсыңдар. Келесі 987 есеп. 987 есепте былай дейді. Ондық бөлшекте берілген, мысалы мынандай сан берілген. 35,10,9,627 деген сан берілген. Осы санды ондық үлеске дейін дөңгелектейді. Яғни ондық үлеске дейін дөңгелектесе мына 9-ға дейін жүздік үлесіне қараймыз. Жүздік үлесі 6 болып тұр. Ондық үлеске дейін дөңгелектеген кезде ол 35 бүтін. Мына жерде 9-ды бірге аттап 10 болады. Ол мынаға бір қосып қойсаңда 36 бүтін 10-нан 0 болып кетеді. Яғни 36 бүтінге тең болып тұр. Ондық үлеске дейін. Келесі жүздік үлеске дейін дөңгелектеу. Келесі мыңдық үлеске дейін дөңгелектеу. Яғни сіздер осылай әрбір мына берілген 3 санды ондық, жүздік, мыңдық үлестерге дөңгелектеп шығасыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.